Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 24-ші сабақ. Бүгінгі тақырып досыммен мақтанамын. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқисың. Сұрақтардың жауабын мәтіннен табасың. Тапсырма: нақыл сөздердің жалғасын тап. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Бірлік. Данияр мектептен келсе, үйдің алды омбы қарға оранып қалыпты. Ол тамағын ішіп болған соң аздап демалды да есік алдына шықты. Есік алдынан қарын тасымақ боп іске кірісті. Қорапқа қар толтырып шанамен аулаққа апарып төгеді де тағы тиді. Осылайша біраз қимылдады, бірақ ісі өне қоймады, шаршап та қалғандай. Данияр деген дауысты естіді. Оң жағына қараса, Нариман да қолшанасын сүйреп шығыпты. Қолында күрек. Кел, мен саған көмектесейін, деді досы. Содан кейін бірігіп біздің үйдің алдын тазалаймыз, жарай ма? Жарайды, деді Данияр қуанышпен. Көп ұзамай бұлар барлық қарды тасып бітірді. Екеуі Нариманның үйінің алдына келді. Осы кезде қарсыдағы үйден Серік сол жақтан берік шықты. Олар да қар күремек екен. Енді бұларға ол екеуі де келіп қосылды. Төртеуі ойнап күліп жүріп жұмысты бұрынғыдан бетер қыздыра түсті. Әлде уақытта енді Беріктікіне барайық, деді Данияр. Бұл соңғы үй еді. Бәрі дауласа жүгіріп келіп достарының есігі алдындағы омбы қарға жұмыла кірісіп кетті. Олардың бұл ісіне үлкендер де сүйсіне қарап тұрды. Алақай, 2 сағатта бәрін бітірдік, деп айғай салды Нариман. Осылайша 4 дос күш қосып 4 үйдің алдын лезде қардан тазалап шықты. Мұның аты бірлік еді. Бірлік болмай тірлік болмас деп бекер айтылмаған ғой. Ермек Өтетілеуұлы. Омбы қар дегеніміз балалар жел, боран үйіп тапталған қалың қарды айтады екен. Келесі 3-ші тапсырма: суретте кімдерді көріп тұрсың? Мәтінге сүйеніп суреттегі оқиғаны әңгімеле. Суретте 2 дос Данияр мен Нариман. Данияр есік алдындағы қарды тасымақ болып іске кірісті. Оған досы Нариман келіп көмектесті. 4-ші тапсырма: мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мектептен келген Данияр не істеді? Қар күреуге кірісті. Даниярға көмекке кім келді? Досы Нариман келді. Данияр мен Нариманға тағы кімдер қосылды? Берік пен Серік қосылды. Мәтіндегі оқиғаға сай келетін мақал: бірлік болмай тірлік болмас. Келесі 5-ші тапсырма: нағыз дос қандай болу керек? Өз ойыңды білдір. Мәтіннен мысал келтір. Нағыз дос адал, жанашыр, сенімді, қиын сәтте жаныңнан табылатын адам. Мысалы, Даниярға достары келіп қар күреуге көмектесті. Олар бірігіп біраз істі бітірді. Соңғы 6-шы тапсырма: үйге берілген мәтінді түсініп алдың. Досың ерініп сенен көмек сұрады. Сенің әрекетің қандай? Оқығаныңды әңгімелеп айтып бересің, көмектесуден бас тартасың. Бірге отырып оқуды ұсынасын, өзіне оқуға кеңес бересің. Мен досыма сабақты бірге оқуды ұсынамын. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.